Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға 3 шілдеге арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқтылар, денсаулыққа мән беру керек. Көптен дәрігерлік тексерістен өтпеген болсаңыз, асығыңыз. Сақтықта қорлық жоқ екенін ұмытпаймыз. Торпақтар, іскер достарыңыз кездесуге шақырса қалмаңыздар. Жаңа ұсыныстар мен мүмкіндіктерден құр қалмау үшін біраз іздету керек болады. Егіздер, бұл күні сіздерді қомақты қаржылай табыс күтіп тұр. Тек ерінбей еңбектенсеңіз болғаны, үйде отырған адамға ақша өзі келмейді. Шаяндар үшін жеңілде әдемі күн. Күні бойына көбірек жылы таза су ішуге тырысыңыз. Сіздің ағзаңызға таза су қажет. Мүмкін болса спорт залға барыңыз. Арыстандар, бұл күні айналаңыздағылар сіздің мейіріміңізге мұқтаж. Қанша шаршап тұрсаңыз да ешкімге қатты сөйлемеңіз. Бикештер үшін көре алмаушылармен күресетін күн. Ең бастысы, аяғыңыздан шалғысы келетіндердің сөзіне құлақ аспаңыз. Жүрегіңізді тыңдап, әрекет етсеңіз қателеспейсіз. Ең бастысы, көңіл күйді түсірмеңіз. Таразылар, басшылықтан келген бұйрықты бұлжытпай орындаңыз. Тапсырманы орындамастан бұрын сізден не талап етілетінін анықтап алыңыз. Сол кезде қиындықтардан аулақ боласыздар. Сарышаяндар, өздеріңіз және өзгелер үшін көп жақсылық жасауға мүмкіндік беретін тамаша күн. Жаңа білім алуға, шығармашылықпен айналысуға қолайлы. Мергендер, бұл күні ешбір маңызды істерді жоспарламаңыздар. Күннің екінші жартысында жақсы жаңалықтар келуі мүмкін. Өз қаржылық жағдайларыңызды жақсартатын амал табасыздар. Тауешкілер, жұмыс барысында есеп жасау кезінде қателесіп қалу қаупі бар. Аздаған шығындар туындауы мүмкін. Айналаңыздағы адамдардың бәрі сізге жау емес, соны естен шығармаңыздар. Суқойғыштар, бұл күні жақтастарыңыздан жақсы ақыл кеңестер түседі. Сонымен қатар қызықты ұсыныстар келеді. Бас тартпаңыздар, дейді жұлдыздар. Балықтар, шаттыққа, романтикаға толы күн. Бұл күні сыйлықтар аласыздар. Отбасылық отырыстар өте жақсы көңіл күймен өтеді. 3 шілдеге арналған жұлдыз жорамалы осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.